Так, жақсы. Қазақ әдебиетінде спецификацияға қарайтын болсақ, мынандай тақырыптар бар. Ежелгі дәуір әдебиетінен бастау алады. Оған дейін бізде достықта әдебиет теориясы өтілетін болатын. Әдебиет теориясы мен ежелгі дәуір әдебиеті міндетті түрде келеді. Көп жағдайда 4 вариантты сұрақ түрінде келеді. Ежелгі дәуір әдебиетінің ішінде Алтыбердіңға Күлтегін жыры, Қорқыт жыры, Байбөрі баласы Бамсы Байрақ, Қорқыттың нақыл сөздері, Даналық кітабы, Құтты білік, Қашықтасын туған жер, Тіршілікте құрыштай бол төзімді деген тақырыптардан келеді. Жалпы сұрақтар бізде мазмұнына қарайтын болсақ, жалпы сұрақ және детальды сұрақ болып бөлінеді. Жалпы сұрақ деген ол идеясына байланысты немесе тақырыбына байланысты, сосын беретін құндылығына байланысты сондай сұрақтарды сұрайды. Ал деталь сұрақ деген ол ішінде тұлпарының аты қандай, немесе қандай жерде өтті, қандай уақытта болды деген сынды жіті оқу керек болатын ақпараттарды қажет етеді. Ендеше осы уақытқа дейін кездескен сұрақтарды бір шолып өтейік. Жақсы? Дайынсыздар ма? Бірінші сұрақтан бастаймыз. Кеттік ендеше. Еңсеңе бойлы ер есім, сені есірткен есілде менің кеңесім, ес білгеннен есім хан, қолыңда болдым сүйесін деген секілді толғаудағы көркемдеу құралын табыңыз дейді. Бұл әдебиет теориясынан сұрақ. Жиенбеттің мына бір жыр жолында қандай айшықтау құралы кездеседі екен? Қарап өтейік. Ассонанс, аллитерация, градация, антитеза. Дұрыс жауабы А. Ассонанс болады. Бұл дауысты дыбыстардың қайталанып келуі. Ассонанс. Аллитерация болса керісінше дауыссыз дыбыстар, градация бізде дамыту болса, антитеза шендестіру. Жақсы, келесі. Берілген үзіндегі көркемдеуіш құрал. Дауысы бар азандай, желіні бар қазандай, жаралы қудай аңырантып, жарылған мұздай күңірентіп деген үзіндіде қандай көркемдеуіш құрал кездеседі? Бұл да бізде әдебиет теориясы. Ақтан берінің күлдір-күлдір күсінетіп. Жара бұл бізде. Дұрыс айтасыз, теңеу. Азандай дауысы, қазандай желіні бар, қудай ыңырантып, мұздай күңірентіп. Метафора болмайды, қайталау бізде кездеспейді, және кішірейту бізде жоқ. Бұл неде? Үзіндіде. Келесі, эпифраға мысал болатын қатар. Эпифра бізде не еді? Анафора бар және эпифора бар, Анафора бұл тармақтың басында қайталануы шумақта, эпифра керісінше тармақтың соңындағы сөздердің қайталануы. Бұл бізде елдің бойы, қанды қиян дегенде қиян сөздерінің қайталануы. Енді сұрақ, мына жол кімнің шығармасынан? Елдің бойы қанды қиян, жайықтың бойы майлы қиян деген.
Кімнің шығармасы екен? Дұрыс айтасыз, үш қиян, яғни Мұрат Мөңкеұлы, иә. Келесі, ат құйрығын кесермін, ат сауырын берермін. Бұл бізде керісінше анафорының мысалы. Ал бұл кімнің жыры? Кімнің үзіндісі? Кім табады? Ат құйрығын кесермін, ат сауырын берермін дейді. Ат құйрығын кесермін десе, демек ол ашуы барын айтып тұр, иә? Яғни сенімен араласпаймын деп. Кім өзінің былайша айтқанда серігіне ренжитін еді? Жиенбеттің есімге айтқан еді ғой. Жиенбет жыраудың есім ханға айтқаны. Келесі, жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны. Елді тартып алғаны, етекке қолды салғаны. Ойылды тартып алғаны, ойдағысы болған деп айтатын кім? Бұл да Мұрат Мөңкеұлы, иә? Жақсы, енді жалғастырайық. Торғай қашан аузына кеп түскенше оқты көзін қадап, қойып, айыр тілін жалақтатып жатады екен сұм жылан, бос торғайды аяп кетті ақ білек. Үзіндідегі айшықтаудың түрі дейді. Антитеза, эллипсис, ассонанс және градация. Еске сала өтейік, антитеза бізде шендестіру, кереғар екі құбылысты бір-біріне қарсы қою, иә? Эллипсис болса, кей сөздерді орнын қалдырып кету, көп нүктемен жазбай кету. Ассонанс болса, дауысты дыбыстардың қайталанып келуі, ал градация болса бізде дамыту еді. Торғай қашан аузына кеп түскенше оқты көзін қадап қойып, айыр тілін жалақтатып. Бұл жерде жыланның торғайға қарсы шабуылын бастауы. Оқты көзін қадап қойып ең әуелі. Одан кейін айыр тілін жалақтатып, яғни бізде дамыту бар бұл жерде. Градация болады. Енді сұрақ, бұл үзінді қай шығармадан? Мына жерде кейіпкер бар бізде, Ақбілек. Бұл Ақбілек шығармасынан Жүсіпбек Аймауытовтың. Естеріңізде болса, Ақбілекті ақтар, қызылдардан қашып кеткен ақтар өздерімен бірге алып кететін. Одан кейін сол ақтардан, яғни орыстардан қашып шыққан Ақбілек біраз жерді жүгіріп өтіп, әбден сілесі қалып, шаршап қалады ғой. Сол кездегі кездестіретін жағдай. Бір торғайдың дауысын естиді, қиналып жатқан. Сол жақты қараса, айналасында шырылдап жүрген бірнеше торғай жүреді. Енді жақындап қараса, сол торғайға төніп тұрған жыланды байқайды. Сол кезде айтатыны, жыланның арбап торғайды өлтіретіні рас екен ғой дегені. Сөйтіп, Ақбілек торғайды соғып, жыланды соғып, торғайды құтқарып қалады. Осы бір сәті. Жалпы, дәл осы жерде торғай сөзі бірнеше рет кездеседі. Бос торғай, торғай болып, бұл бір жағынан Жүсіпбек Аймауытовтың символдық бейнесі. Сол кездегі Ақбілекпен екеуін байланыстырады. Торғай мен Ақбілекпен. Яғни Ақбілек ол торғай болып, жылан орыстардың қолдарына түссе, торғай жыланның қолына түседі. Келесі, Төлеген Айбергеновтың Сағыныш өлеңінің тармақтарында қолданылған көркемдеуіш құрал. Сағынбай барсаң, теңізде сенің тебіренбес жастық шағыңдай, сағынбай барсаң, таулар да сенің алдыңнан шықпас асқақтап. Бұл қандай көркемдеуіш құралы бар бұл жерде? Теңізде сенің тебіренбес жастық шағыңдай. Алдыңнан шықпас таулар деп тұр. Тебіренбес теңіз деп тұр. Кейіптеу болады, дұрыс айтасыз. Жансыз табиғат
құбылыстарына адамның кейпін беріп, кейіптеп жатыр бұл жерде автор. Және мына жерде аллитерация дейміз, анафора дейміз, ол айшықтаудың мысалы болады. Келесі, тату болса ағайын жақын, ақылшы болса апайың жақын, бауырмал болса інің жақын, инабатты болса келінің жақын деген Қазыбек бидің кім жақын, не қымбат, не қиын шешендік сөзінде қолданылған көркемдеуіш құрал. Гипербола ұлғайту, анафора қайталау, эпифора тармақтың соңында қайталау, градация дамыту. Бұл бізде қатты қиынға соқпайды. Эпифора болады. Жақын, 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 жақын. Жақсы, келесі сұрақ. Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» романынан алынған үзіндідегі сөз айшықтары. Кенет Бурабайдың көз жасындай көгілдір толқыны шулағандай болды. Мұна сұраққа жауап беріп көрейік. Бір емес, екі бірдей троп бар бұл жерде. С дейді, метафора мен теңеу дейді. Көз жасындай, дұрыс айтасыздар, теңеу бар. Бірақ метафора ма екіншісі? Тағы да ойланып көрейік. Бурабайдың көз жасы болмайтыны секілді. Толқында адамша шуламайды ғой. Демек бұл жерде теңеу мен кейіптеу болады. Теңеу мен кейіптеу болады. Келесі. Абай Құнанбаевтың Ескендір поэмасындағы «Қу өмір, жолдас болмас, әлі-ақ өтер» жолдарында кездесетін көркемдік тәсіл. Қу өмір, жолдас болмас, әлі-ақ өтер. Мәсел А дейді жауабын. Дұрыс айтасыз, эпитет болады. Қу өмір бізде кездесіп тұрған мысал. Теңеу бізде жоқ бұл жерде, метафора мен кейіптеуде кездеспейді. Келесі сұраққа өтейік. Үзіндідегі автор қолданған көркемдегіш құрал. Кеуде бір жерді жол қылсам, шөлең бір жерді көл қылсам, құрап жанды көп жиып, өз алдына ел қылсам дейді. Бұл бізде Ақтамбердінің мысалы. Ақтамбердінің жырынан берген мысал. Бұл жерде қалай болады жауабы? Эпифора, аллитерация, ассонанс, анафора. Эпифора дейді. Дұрыс айтасыз. Қылсам сөздерінің қайталануы. Келесі, берілген үзіндідегі көріктеу құралы. Бұралып кетіп барады, перінің қызы секілді. Бұл жерде қыз жібектің сипатталуы. Бұралып кетіп барады, перінің қызы секілді. Секілді деген сөз бар бізде. Секілді, сияқты, сықылды, бейне, сөйтіп ол теңеудің мысалы болады. Перінің қызына теңеп тұр. Келесі, үзіндідегі көріктеу құралдарының түрі. Тәтті бал, балауса тал, жас сұлуды, көр болғыр екі көзім көрдің неге. Деген мысалда тәтті, балауса, жас деген сөздер арқылы бізде эпитетке мысал болып тұр.
эпитетке мысал болып тұр. Артына мол мұра қалдырған түркі халықтарына ортақ тұлға. Міне біз ежелгі дәуір әдебиетінің сұрақтарына көштік, әдебиет теориясын бітірдік осылай. Күлтегін дейді, жоқ, күлтегін болмайды. Мына жерде назар аударатын сөз бар, ол мол мұра қалдырған. Бұлай қарап тұрсам, мұның барлығы түркі халықтарына ортақ адамдар. Бірақ мол мұра қалдырған кім ол? Оғыз Қаған ол мұраның бір кейіпкері. Күлтегін Батыр да мұраның бір кейіпкері. Күлтегін Батырды жазған Тоныкөк. Міне, Қорқыт бізде жыр мен күйдің авторы болып табылады. Сол үшін ол мұраның бір иесі, мұраның қалдырған адам. Дұрыс жауабы Қорқыт Ата болады. Алып Ертұнға да ол бір мұраның кейіпкері. Түсінікті ме? Демек, біздің назар аударатын сөзіміз ол мол мұра қалдырған адам. Жақсы, келесі сұраққа өтейік ендеше. Саудагер көпестердің Байбөрі баласына әкелген сыйлықтары. Байбөрі баласы Бамсы Байрақ туралы жырдан. Не әкелген еді? Жауап беріп көрейік. Су жылқысы, емен садақ, күрзі шоқпар. Дұрыс айтасыз. Дұрыс жауап А болады. Су жылқысын кітапта теңіз жылқысы дейді. Мына жерде алтын бұйым деген, жүйрік тұлпар деген, алтын бұйым деген бізде келмейді. Келесі. Күлтегін жырының авторы. Бағана айттық иә біз. Күлтегін жырының авторы бізде. Дұрыс айтасыздар. Тоныкөк болады. Жаздыртқан Йолдықтегін. Ең соңында тұрады. Келесі. Көк түркінің көксемсері атанған қолбасшы. Көк түркінің көксемсері атанған қолбасшы. Бізде Тоныкөк ол жырдың авторы болады да, дұрыс жауап болудан айырылады. Білге Қаған, Алып Ертұнға, Күлтегін. Осы үшеуінің ішінде кім болуы мүмкін? Күлтегін дейді. Кеттік. Бізде мектеп баспасында мынадай ақпарат беріледі. Күлтегін Шығыс түркі қағанлығының бас қолбасшысы, көк түркінің семсері атанған атақты батыры дейді. Яғни дұрыс жауабы Д болады, Күлтегін. Келесі сұраққа өтейік. Қорқыттың Байбөрі баласы Бамсы Байрақ туралы жырында көкке қарап, қол жайып, Байбөріге бала тілеген кім? Бала тілеген кім? Дұрыс жауап Б дейді. Басқалар не дейді екен? Бізде Байбөрі жылап тұрады, иә? Естеріңізде болса, неге жыладың деп қасына қазан келеді. Сол кезде артында қалған тұяғы жоқ, бір ұлым болса, ол да Баяндыр ханға келіп қызметін қылса дейді. Сол кезде бұны естіген сол жердегі Оғыздың бектері барлығы да қол жайып бала тілейді екен. Яғни дұрыс жауабы Оғыздың бектері болады. Ел басқарудың ережелері мен заңдарын, мінез құлық, әдет ғұрып нормаларын қамтыған 4 кейіпкердің сұхбаты түріндегі көркем туынды. Қалай аталады?
құтты білік болады. Бұл жердегі кездесетін төрт кейіпкерді атап өтейік. Жауап бар ма? Күн туды, ай толды, өгіділміш, оды ғорымыш дейді. Дұрыс айтасыз, Айсара. Дұрыс. Қорқыт Атаның тәкаппарды тәңір сүймес нақыл сөзімен үндесетін қазақтың мақалы. Тәкаппарды тәңір сүймес. Тәкаппармен мағыналас бізде менмендік деген бар, иә? Менмен адамды туған анасы да жақтыртпайды. Яғни мына сұрақтан біз не түйеміз? Қорқыттың нақыл сөздерін тек жаттамай, оның мағынасына да үңілу керек. Бұл нақыл сөзде не айтылған? Қандай мағынасы бар деген секілді. Жарай ма? Келесі, адамның жағымсыз мінезі туралы айтқан Қорқыттың даналық сөзі. Тағы бір нақыл сөзге байланысты сұрақ. Адам ішпес ащы судың жылға қуып ақпағаны жақсы дейді. Басқалардан өзін жоғары ұстаған адамға тәңірі бақ бермейді дейді. Күлді қанша үйгенмен төбе болмас, қар қанша қалың жауғанмен жазға бармас дейді. Дұрыс айтасыз, Әсел. Дұрыс жауап Б болады. Бұл да бізде тәкаппарлықтың сынап айтып тұрған нақыл сөз. Келесі сұрақ. Күлтегін жырындағы Табғаш халқының сипаты. Күлтегін жырындағы Табғаш халқының сипаты. Табғаш дейді, Табғаш дейді. Қалай сипатталады? Сөзі тәтті дейді. Дұрыс па екен? Дұрыс айтасыз, Әсел. Сөзі тәтті болады. Ата мұра баспасында былай келеді: алтынды, күмісті, дақылды, жібекті соншама шексіз беріп жатқан Табғаш халқының сөзі тәтті, бұйымы асыл еді дейді. Яғни дұрыс жауабы бізде С. Келесі, бәмсіге әкесі Байбөрінің берген сыйы, тартуы. Бағана кездесті бұл сұрақ, бірақ ол басқаша келген еді. Саудагерлер не алып келді деген сұрақ болды. А, С, Д дейді. Тауар жоқ қой бұл жерде. Жылқы, шоқпар, садақ. А, Д, Ф болады. Келесі сұрақ. Жүсіп баласағының құтты білік тастарындағы өгіділміш бейнесіне сәйкес мақал мәтел. Ал көрейік. Өгіділміш кім еді? Ақылдың символы, иә? Ақыл парасаттың символы. Так, осы жерде төртеуіне қайтадан тоқталып өтейік. Кім бар еді? Бағана айттыңыздар, иә? Күн туды кім еді? Күн туды бізде патша. Әділдіктің символы. Одан кейін уәзірі кім еді? Айтолды деген уәзірі бар. Бақ дәулеттің символы. Одан кейін өгіділміш бар бізде. Бұл уәзірдің баласы, иә?
Вәзірдің баласы бұл бізде ақылдың символы. Және одғырмыш. Бұл бізде қанағаттың символы. Туысы болып келеді. Так, жақсы, келесі. Осымен ежелгі дәуір әдебиеті және әдебиет теориясынан сұрақтарымыз тәмам. Байқағандарыңыздай, ежелгі дәуір әдебиетінен көп сұрақ бай бөрі баласы Бамсы Байрақтан, Күлтегін жырынан және Қорқыттың нақыл сөздерінен келген болатын. Одан бөлек бізде Әл-Фарабидің қандай шығармалар кездеседі деген көп жауапты сұрақтар келеді. Және даналық кітабының өлең жолдары келеді. Сәйкестендіру сұрақтары бар. Оларды назарға алу керек. Бірақ осыған дейінгі пробиенті мен ақылы ұбытыларда кездескен сұрақтардың легі осымен бітті. Тағы сұрақтар бар ма? Түсінікті болды ма? Жаза кетейік астында комментарийге. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі сейсенбіде кездескенше, қош сау болыңыздар.